боламыз. Жалпы жердің хронологиясы дегеніміз не деген секілді сұрақтарға жалпы бүгінгі жоспар туралы кіріспе геохронология жалпы түсінік. Жердің пайда болу тарихы, жердің пайда болу кезеңдерінің этаптары, хронологиялық кестесі, жердің пайда болу туралы зерттеген ғалымдар және оған қорытынды келтіретін боламыз. Енді кеттік. Жалпы геохронология дегеніміз не? Соған тоқталайық. Геохронология дегеніміз жер қыртысын құрайтын тау жыныстарының жасы, яғни сәйкесінше оның қасында адамның да дүниеге келген кезде туылған жылы деген секілді кез келген жер бедерінің, кез келген таудың, кез келген ойпаттың, кез келген объектінің дүниеге келген кезі бар. Оны тау жыныстарының жасымен есептейміз. Сәйкесінше қалыптасу жиілігінің ұзақтығы туралы ілімді біздер геохронология деп атайды екенбіз. Кеттік. Енді жер қабығының жасы шамамен 3 миллион, то есть 3 мың немесе 3,5 миллион жыл деп есептейді екен. Кеттік. Енді бұдан бөлекте деректері бар. Жердің пайда болу тарихы шамамен 4,5 миллиард жыл деп, 4,5-4,8 миллиард жыл деген секілді деректерді ескеру керек. Одан кейін геологиялық заманға қарай мына кезең-кезеңдерге бөлеміз. Замандардан дәуірлер деген секілді архей, протерозой, палеозой, мезозой және кайнозойға бөлетініміз. Кеттік, олар жеке-жеке тоқталамыз. Жалпы енді бұл жерде негізгі сипаттап жатыр, жер бетіне қандай дүниелер кіреді, жалпы оның жердің өзінің ғарыштық дене ретінде пайда болуы туралы, ең әуелі ол жерде судың пайда болғандығы туралы, кейін енді бұл әлемде андай бір теория бар, ғаламдық жарылыс болды, содан дүние жер беті пайда болды деген секілді. Жалпы енді біздер жердің пайда болу кезеңі өте ұзақ бір процесті қалыптастырды. Сәйкесінше сол процестен кейін кайнозойдың төрттік дәуірінде адамзат пайда болды. Біздер білеміз, адамзат сол жер енді ыңғайлы болып, атмосферада ауа деңгейі тұрақталғаннан кейін, жерде тіршілікке жарамды болғаннан кейін барып адамзат жаратылды. Кеттік. Енді қарайық. Енді мына жерде оқып көрейін сіздерге ұбт-да немесе алдағы уақытта қандай маңызды ақпарат бар екен. Жердің және жер қыртысының жасын және оның даму тарихында болып өткен ірі оқиғалардың болған уақытын анықтай білу мәселелері ғалымдардың назарынан еш уақытта тыс қалған емес дейді. Өйткені бұл проблемаларды шешудің теориялық және практикалық маңызы өте зор. Қазіргі кезде жердің даму тарихы геологиялық және оған дейінгі планетаралық кезеңдер болып екіге ажыратылады. Геологиялық кезеңге дейінгі планетаралық уақыт жердің алғашқы планета болып қалыптасуынан бастап жер қыртысының құрылуына дейінгі уақыт аралығын қамтыса, тарихи геологиялық әдістер арқылы зерттеп білу. Яғни мынандай нәрсе бар. Геохронология жалпы кез келген жердің жасын зерттеуде екі түрлі нәрсе бар. Салыстырмалы зерттеу және абсолюттік жасын анықтау деген секілді. Жалпы оған қазір кейін тоқталатын боламыз. Одан бөлек ең алғашқы енді біздер білеміз, дәуірлерге жеке тоқталмастан бұрын геохронологиялық кесте бар. 8-ші сыныптың ішінде бар, қателеспесем. Архей, протерозой, палеозой, мезозой, кайнозой деп орналасқан. Жалпы енді кеттік. Біріншісі архей, көп тұрғандарымыздай. Архей ең әуелгі кезең, көне деген грек тілінен аударғанда көне деген мағына береді. Жалпы жасы мына жерде 3,5 миллион жыл бұрында қойған. Енді біздер білетін 1 миллиард негізгі уақыты, ұзақтығы 1 миллиард деп жазып алыңыздар. Одан кейін протерозойға 2,1 миллиард деп жазасыздар. Жалпы осылай осы кестені көрсем деген. Одан кейін жеке-жеке тоқталайық. Архей дәуірі. Яғни мына деректер біздерде өте көп. Мысалға біреулер мынандай ғасыр ұзақтыққа созылды дейді, біреулер мынандай деген секілді болды. Кеттік. Архей жалпы грек тілінен аударғанда бастапқы деген мағына береді. Ең көне дәуір, жер қабатының дамуын ең ерте кезеңдерін қамтыған. Шамамен 1,8 дейді. Негізі 1 миллиард деген дұрыс, себебі ұбт-та көп деректерде, кітаптарда осы дерек келтіріледі 1 миллиард жыл деген ұзақтығы созылды. Жалпы жердің геологиялық дамуынан бастап, онда алғашқы өмірдің пайда болуына дейінгі кезең. Бұл дәуірде жер қабаты түзілді, алғашқы теңіздер, онда алғашқы шөгін тау жыныстары жиналған. Және де тау түзіліп үрдістері жер қабатының жиі жарылуымен, магманың жер бетінің төгілуімен қатар жүрген. Жалпы білесіздер, жер бетінің полностью су басып жатқан кезде алғашқы болып құрлықтар көтеріліп бастаған. Дәл осылай құрлықтар пайда болғаннан кейін барып, аралдар секілді көтеріліп шыққан әр жерден. Олар кейін уақыт өте келе біріккен. Жалпы енді білесіздер, жанартаулар жалпы судың астында болған. Жанартау атқылау әсерінен магма жер бетіне түскен, қатайып көтерілген, дәл солайына құрлық қалыптасқан ғой, айтқан кезде. Жалпы осы архей протерозой кезеңдерінде сондай дүниелер көп болған. Ал мезозойдың кезінде, мысалы Қазақстан жерінің өзінде тек батыс Қазақстан ғана судың астында жатқанда, мысал ретінде келтірейік. Кеттік. Одан кейін
протерозой, протерос деген грек тіліне аударғанда бірінші деген мағына береді. Жалпы 2,1 миллиард жылға созылды негізі. Сіздердің кітаптарыңызда солай келеді. Жалпы көптеген деректер бар да, ол өзі андай қатып қалған сан емес та негізі. Бұл кезеңде өмір теңізде бір және көп клеткалы бактериал және балдарлар түрінде дамыды. Платформа, геосинклинал сияқты ірі геологиялық құрылымдар түзілген. Протерозойлық метаморфты жыныстар, Орыс платформасы Шығыс Еуропа білесіздер ғой. Алдында Шығыс Еуропаны өттік, сол кезде айттық. Шығыс Еуропаның қалыптасқан фундаменталды кезеңі архей және протерозой деп айттым. Естеріңізде болса, егер көрген болсаңыздар, жалпы каналымызда тұр, кіріп қарайсыздар. Жалпы одан бөлек солтүстік Кавказ, Орал, Сібірде таралған ол архейлік массивті кристалл жыныстармен бірге кездеседі. Бұлар жердің беті қалыптасып жатыр да, көп тұстарымыз жайлап бізде мысалы универде айтады да апайларымыз андай не секілді, торт секілді қарастырыңдар дейді, жердің бетін. Алғашқы мана үйдің өзінде сол фундамент салынады, кейін кірпіші келеді деген сияқты. Астындағысы архей, одан кейін протерозой, мезозой, палеозой, кайнозойдың мысалы нелері келеді, мысалы жыныстар, тау жыныстар сол уақытта пайда болған дүниелер. Кеттік, палеозой. Жалпы палеозой дәуірі палеос деген сөз көне деген мағына береді, грек тіліне аударғанда. Архей дегенде солай. Солға архей деген сөзде археология деген ғылым бар ғой, сонымен сәйкестендіріп болады да. Бұл дәуірде өмірі әрі қарай теңізде және құрлықта дамыған, яғни осы уақытта құрлықта тіршіліктің басталып жатты. Және оған ірі екі тектоникалық және тау түсу кезеңдері, көптеген тау желілері, мысалы Урал, Тянь-Шань деген секілді тауларды алып келеміз. Палеозойда қалыптасқан, кайнозойда екінші рет көтеруге ұшыраған. Жалпы енді одан бөлек каледон және герцин қатпарлықтар бар. Қазір қатпарлық дейтін теманы түсіндіремін. Жалпы одан бөлек ары қарай жер қабатының құрылуы, платформалардың ұлғаюы және қысқаша айтқан кезде палеозой ең көптеген дәуірлерге бөлінеді. Және осының әсерінен палеозойда екі тау көтерілу кезеңі болды, яғни қатпарлықтар. Одан кейін мезозой, мезос деген орташа, шамамен 230 миллион жыл бұрын басталып, 170 миллион жылға дейін аралық созылған. Жалпы жер бетінде су, ауамен өмір сүру жағдайына бейімделген. Жалпы осы уақытта өсімдіктер пайда болды деген секілді дүние бар. Одан кейін кайнозой, қазіргі жаңа кезең, яғни жаңа зоя деген өмір мағына береді. Жаңа өмір деген кайнозой дәуірі, жаңа өмір дәуірі деген секілді. 67 миллион жыл бұрын басталған. Бұл 67 миллион кітаптар дәл осылай. Осы дерек нақты, бірақ манағы кейбір деректерде сәл ауытқулар болуы мүмкін. Нақтысын кітаптағысына алсаңыздар себебі. Кеттік, одан кейін Байкал көлі, Мәрмәр және Эгей теңіздері пайда болған. Материктер, мұхиттар қазіргі заманындағы түрге ие болды. Мысалы, қазір картаны ашып қарайсыздар, 6 материгіміз өз орнында, мұхиттарымыз өз орнында тұрған, осы кайнозойдың формасы. Ал ең әуелі, мысалы, трансатланттық бүкіл дүние, мысалы, Пангея болды, Пангеядан екіге бөлінді, мысалы, Лавразия және қалай еді? Лавразия және бізде Гондвана, Лавразия бөлігінде бізде Евразия және Солтүстік Америка болса, Гондванада қалған 4 материгіміз болған кейін олар тағы да ары қарай бөлініп, бірінен кейін бірі пайда болған, яғни қазіргі таңдағы формасы осы кайнозойдың кезінде пайда болған. Кеттік. Одан кейін жалпы сүтқоректілер пайда болды. Сүтқоректің ішіне адамзат та кіреді, білесіздер ғой. Құстар, сүйекті балықтар, неден сонда адам пайда болды дейді. Жалпы енді сәйкесінше мұзын басу, мына жерде айтпақшы кайнозойдың кезінде неоген деген дәуір ол 3-тік деп айтылады, ал антропоген ол 4-тік. Қазір көрсетем. Тіршіліктің пайда болуы. Міне, архей. Бізде архейде ең алғашқы тіршіліктің дүниеге келуі, прокариоттардың пайда болуы, бактериялар деген сияқты. Протерозойда жалпы тіршіліктің сипаттамасы қандай болды? Көп жасушалы ағзалар пайда болған және төменгі сатыдағы өсімдіктердің пайда болуы болған. Кеттік, енді палеозой. Палеозой көріп тұрсыздар, міне. Кезеңдерін қараңыздар. Перм, тас көмір немесе карбон дейді. Карбон дегеніміз тоже тас көмір. Одан кейін Девон, Силур, Ордовик, Кембрий. Жалпы енді мына Кембрий архей қатпарлығында, яғни Байкал қатпарлығында қалыптасқан. Одан кейін Кембрий, Ордовик, Силур ол бізде Каледонда, Девон, Таскон, Перм, Герцин қатпарлығында пайда болған. Одан кейін қазір мен интернеттен көрсем осы нәрсені. Одан кейін мезозой қатпарлығында Бор, Юра, Триас, Бют деп аталады, мысалы. Одан кейін жабық тұқымды өсімдіктер, динозаврлар дейтін осы кезде айтылатыны.
Одан кейін міне кайнозой. Кайнозойда палеоген, неоген және антропоген. Төртінші дегеніміз антропоген. Антропогенде адам пайда болды, ал неогенде жер бетінде мына білесіздер ғой, неолит дейтін дәуір болды қазақстан тарихында. Сол уақытта неолитте бізде қандай нәрсе болды? Бүкіл әлемдік температура қалыптасты дейміз. Оған дейін мұздың еруі дейтін тематика болды. Жалпы осындай. Жалпы енді бұл ілім зерттегенде мысалы ежелгі Грекияда бастап пайда болды мына ғалымдар. Одан кейін Реди, одан кейін мына Вегенер деген сияқты ғалымдар келеді. Немістің ғалымдары жалпы жердің формасын зерттеу туралы, жер беттерінің мына қалай қалыптасты деген секілді, Жалпы қысқаша мәлімет осы. Кеттік мына геохромат кестені толыққан зерттеу керек сияқты. Неге десеңіз, көбіне келетін ұбытта осы бір дүние қазір сіздерге ашып көрсем. Осыны шамай келсе шығарып өздеріңізге жасап алсаңыздар. Міне мынау ғой осы. Міне, көріп тұрғандарыңыздай, осы кітаптағы дәл осы. Көріп тұрсыздар ғой. ұбт-да дәл осы сұрақтарды келеді. Мысалы, біріншісі архей түр 1 миллиард жылдан аса созылған. Одан кейін міне, қараңыздар, мынау қатпарлықтары. Сол уақытта жер бетін сондай, мысалы, Байкал қатпарлығы деген кезде, Байкалдың аймақтарында айналып қалыптасып жатқан, мысалы, архең протерозы кезінде, сосын Кембрий тоже Байкал қатпарлығына жатады. Одан кейін бұл жерде мысалы бактериялардың қандай тіршіліктің дамуы болды. Егер скриншот жасаңыздар, скриншот жасамасаңыздар, манадай геохронологиялық кесте деп интернетке жазсаңыздар, дәл осы дүние шығады. Жалпы осы төрттік, енді кайнозой немесе төрттік немесе антропогендік кезең, неогендік, палеогендік. Мына қараңыздар, сіздерге бір қызық дүние айтайын. Мына 2/1, 1 миллиард, мына палеозойдың 330, 165, 67 деген бәрін қосқан кезде жердің жасы шығады, қысқаша айтқан кезде. Енді әртүрлі деректер, енді кейбір деректер мысалы өзгеріп отырады. Соған сәйкес 4,5 миллиард деген секілді ақпараттар басымырақ, мана айтқан 3/5 деген ақпаратта сәйкесінше келеді. Жалпы осы қысқаша бүгін сабағымызды аяқтаймыз. Достарыңызға жіберіңіздер, таратыңыздар, білімнің одан әрі көбірек пайда болуына, немесе білімнің одан әрі арттыруыңызға. Жалпы осы арнаға жазылып, лайк басып, қолдан келгенше кері байланыс жасаңыздар.